Инстаграмдағы алаяқ 8-ші бөлім. Сымбат жұмыс іздеуге шықты. Тіпті даяшы мен еден жуушы болып орналасудың өзі оңай емес екен. Табанынан тозып, арып ашып, қатты шаршап үйіне дымсыз оралды. Жұмыс тапқан жоқ. Барған жерінің бәрі жұмыс өтілін сұрайды. Үйдің ішінде өлі тыныштық орнаған. Енесі Сымбаттың түрін бір көрді де, қабағын ашпастан шаруасын істей берді. Сымбат балаларын түгендеп шықты да, бөлмесіне кіріп, жылы төсегіне құлай кетті. Шыңғыс әлі келмепті. Өкіріп жылады, өкпелеп жылады. Осының бәріне Маржанды кінәлады. Егер олардың арбауына түспегенде, қарызға батпай тыныш жүрер еді. Өкінгенмен шара жоқ. Қолмен істегенді мойнымен көтеруі тиіс. Құзырлы орган тарапынан хабар келіп, Сымбаттың арызы бойынша басталған істің сотқа кеткені анықталды. Күн артынан күн өтіп, сот болатын күн келді. Сымбат бұл күндері жан баласына тіс жармай, несиесін төлеу үшін алыс жақын туыстың бәрінен қарыз алып біткен еді. Несие төленіп жатыр. Бірақ өз жағындағы туыстың бәріне қарыз. Күйеуі әйелінің батқан былығын әлі білмейді. Тіпті соттасып жатқанынан да бейхабар еді. 40 жанды әйел деген заты бар. Бұл құпиясын өзінен басқа бір танысына, не туысына ләм деп ашып, әңгімедің шетін шығарған емес. Сымбат бұл күндері қатты өзгеріп кетті. Бұрынғыға қарағанда ашушаң, ызалы бола түскен. Тіпті Шыңғыстың өзі әйелін тани алмай, ерлі зайыптының аралары суи берді. Сот болатын күні Сымбат ерте тұрып, ас бөлмесінде күйбеңдеп жүрген. Тез кетуі керек. Шыңғыс та тұрып жатыр екен. Әдеттегідей күйеуі үстелге отырып, таңғы шай қашан келер екен деп күтіп отырды. Сымбат шайды шала шарпы қайнатып, күйеуінің алдына шай құйылған кесен тарс еткізіп қойды. Тез іш, кетуім керек деді Сымбат. Мына шайың суық, өзің іш, мен ішпеймін деді де, Шыңғыс ренжіп орнынан тұрып кетті. Сымбат жарылуға шақ қалды. Айғай салып айдалаға, ешкім көрмейтін, ешкім таппайтын жерге кетіп қалса ғой. Жатырын жарып шыққан балаларын қимайды. Сымбат сотқа келді. Маржан мен Айман да келіпті. Сымбатқа ала көздермен бір қарады да, бастарын тік көтерген күйі тұра берді. Тіпті кінәлімін деп тұрған жоқ. Ақшамды қайтарасыңдар, 2 еселеп өтеймін деді Сымбат.